Достар, біздің еркін тайм деген подкаст бойынша біз Шымкент қаламыз үлкен мегаполис болды. Республика деңгейде 3-ші қаламыз, бірақ Алматы, Астана қарасаңыздар көптеген креатив түрде подкасттар жүргізіліп жатыр, бірақ біздің мегаполисте ондай Сол себептен біз ойланып, жігіттермен бірігіп, үлкен еркін тайм деген жобаны қарастырып, соны енгіздік. Қазірдің өзінде 3-ке жуық подкаст, 1 сағаттық подкаст енгіздік. Еркін тайм деген арнайы YouTube каналымызды аштық. Бұл еркін тайм деген подкасттың себебі неде, миссиясы қандай деген сұрақтарға жауап ретінде айтарым. Көптеген азаматтармен кафеде болсын, үйде болсын, қонақтарда кездескен кезде түрлі политикадан бастап білім саласы, сонымен бірге дамып жатқан салалар бойынша пікір алмасамыз. Сол жақта дискуссия жасаймыз, өз мәліметтерді беріп отырамыз. Алаңда отырған кезде жақсы ойлар келеді, жақсы ұсыныстар келеді. Бірақ ол 3-4 адамның қасында қалып қояды. Біздің мақсатымыз осы подкастта осындай әңгімелерді тыңдап, осындай дискуссияларды тыңдап, сол жақта әрбір азаматтың, талантты азаматтардың аузынан шыққан ойларды жазып алсақ, соны әрі қарай енгізуге болады, ісіңізде пайдалануға болады, немесе басқа салаларда пайдаланып түрлі нәтижелерге жетуге болады. Сол себептен миссиясы осы тек қана 3-4-5-10 адам емес, оны кемінде 1000 адам көрген дұрыс.